Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өзім заказға дайындап жүрген Наполеон тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең алдымен қамырымыздың суын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқамызға тұз, салқын су және де уксусымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, холодильникке салып қоямыз. Ал оған дейін сары майымызды ұнға батырып отырып, теркадан өткізіп алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша осылай өткіземіз. Мінекей сары майымыздың барлығын толық өткізіп болдық. Ендігі кезекте холодильникте тұрған суымызды шетінен қосып, осылай қамыр илеп алатын боламыз. Төменнен жоғары қарай массамызды қатты баспаймыз. Осылай біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Егер де қамырыңыз тым құрғақ болса, су қоссаңыз болады. Немесе керісінше, егер де тым сұйық болып кетсе, ұн қоссаңыз болады. Бірақ дәл осы рецептпен грамм-граммен өлшеп жасасаңыз, ешқандай судың да, ұнның да артық қажет етпейді. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді пакетке салып, кем дегенде 12 сағатқа холодильникте қалдырамыз. Ал енді қайнатпалы кремімізді дайындаймыз. Жүгері крахмалын ыдысымызға салып, немесе ұнды қолдансаңыз болады, бірақ жүгері крахмалын қолдансаңыз, дәмі ерекше нәзік болып шығатын болады. Жүгері крахмалына қантымызды қосып, және де сүтімізді қосып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Ал енді екінші ыдысымызға сүтімізді құйып, 40 градусқа дейін ысытып аламыз. Егер де сізде градусник жоқ болса, сүттің бетіне қаймағы шыққан уақытта 40 градусқа дейін ысыды деген сөз. Ал салқын сүтіміздің үстіне жұмыртқамызды қосып, жақсылап бірдей масса болғанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте мінекей байқасаңыздар, сүттің бетіне қаймағы шықты. Осы уақытта жылы тұрған сүтімізді салқын сүтке араластырып аламыз. Және де екі массаны біріктіретін боламыз. Оттың астын сөндірмейміз, өте жайға қойып қоямыз, және де үнемі араластырып отырамыз. Қоюланғанша, бірдей масса болғанша араластырып тұратын боламыз. Мінекей кішкене қоюлана бастады. Осы уақытта қантымызды салып, қайтадан араластыруды тоқтатпаймыз. Үнемі араластырып тұрамыз. Себебі креміміз түйіршік болып қалуы мүмкін, және де крахмалымыз табамыздың астына жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан да үнемі араластырып отырамыз. Шамамен 7-8 минутта қоюланатын болады. Соған дейін тоқтатпай араластырамыз. Мінекей массамыз қоюлана бастады, бірақ байқасаңыздар, менде арасында түйіршіктер пайда болды. Түйіршіктерді бірдей масса ету үшін мен блендермен осылай жақсылап езіп алдым. Енді бөлек бір ыдысымызға құйып алып, ыстықтай сары майымызды салып, бірдей масса болғанша араластырып аламыз. Ал енді бетін пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде 3-4 сағатқа қойып аламыз. Мінекей қамырымыз бір түн тұрды холодильникте. Енді осылай бірдей бөлшектерге бөліп аламыз. Менде 11 бөлік шықты. Бір бөлігін алып, қалған бөлігін холодильникке салып қоямыз. Шетінен алып жайып отыратын боламыз. Бір бөлігін алып, пергамент қағаздың үстіне осылай ақырындап жайып алатын боламыз. Мен 28 см қылып жайдым, бірақ піскен кезде 24 см болып шықты.
қамырымыз піскен соң кішірейеді, сондықтан да қамырыңызды үлкен етіп жая берген дұрыс. Қызып тұрған пешімізге салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бір корж 6-7 минутта осындай болып пісіп шығады. Мінекей корждарымыз барлығы дайын, өте қытырлақ және де қатпарлы болып шықты. Ал енді кремін дайындаймыз. Креміне өте салқын сливкемізді алып, миксермен өз формасын ұстағанша араластырып тұрамыз. Осылай көпіре бастаған кезде қантымызды салып, одан ары қарай миксердің көмегімен араластырамыз. Сливкеміз қоюлана бастады. Осы уақытта қайнатпалы кремімізді алып, екеуін біріктіреміз және де миксердің көмегімен бірдей масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей креміміз дайын, өте қою, осындай масса болу қажет. Ал ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Ең алдымен коржымызды орналастырып, үстіне 3-4 ас қасықтай кремнен салып, осылай бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Соңғы коржымызды қойып, кремін жағып, холодильникке кем дегенде 2-3 сағатқа қойып аламыз. Содан соң ғана бетін әсемдейтін боламыз. Бұл тортқа ешқандай оформлениенің қажеті жоқ деп ойлаймын. Коржымыздан қалған қалдықтарды осылай үгітіп, тортымыздың бетіне бірдей етіп қойып шықтым. Мінекей тортымыз дайын болды. Тортымызды кем дегенде 12 сағатқа холодильникке қалдырсаңыз, кремі өте жақсы сіңіп, және де тортымыз жұмсақ болып шығатын болады. Ал енді тортымызды кесіп көреміз. Тортымыз өте дәмді болып шықты. Дәл бұрынғы апаларымыз, аналарымыз жасайтындай дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Егер де менің рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда жаңадан шыққан рецепттерімді ең алғашқы болып көретін боласыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.